Ал адамның кеудесінен жаны шыққан кезде ине тыққан жердің ғана ауыртпашылығын көріп жатырмыз. Балта шапқан кезде сол балта шапқан жердің ғана ауыртпашылығын көріп жатырмыз. Ал адамның денесінен жан шығарылған кезде ол жан бүкіл адамның клеткасынан суырылады екен. Адамның денесінде бір клетка қалмайды екен, ауырмай қалатын. Бүкіл денемен сол ауыртпашылықты сезеді екен. Бір клетка жоқ, ауырмай қалатын. Бүкіл клеткадан өйткені жан шығарылады. Бүкіл нәрседен суырылады. Өлімнің ауыртпашылығын көрмей қалатын адам болмайды, бірақ жеңілдететін адамдар болады. Ол мұсылмандар екен. Сондықтан мұсылманға мұсылманша өлім, кәфірге кәпірше, Құдайдың алдында тәкаппар болғанға тәкаппарша өлім болады екен. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам дүниеден қайтар кезде Айша анамыздың алдында жатты, есіне танып қайттан келді. Қызы Фатима болды, сол жерде есіне танып қайттан келіп жатты. Бірақ та пайғамбарымыз есіне келген кезде былай деп айтты: маңдайынан тер шығып жатыр. Жаны шығар кезіндегі айтқан сөздерінің біреусі: ла илаха иллаллах, инна лил маути ласакарат. Бір Алладан өзге құлшылыққа лайықты ешбір тәңір жоқ. Расында өлімнің қиындығы бар екен деп айтты да. Егер пайғамбар соны айтқан болатын болса, біз пайғамбар емеспіз. Пайғамбарды өтті, біз өтеміз. Ертең сол өлімнің дәмін біз көреміз сөзсіз. Құл көретін ештеңе жоқ. Ешқандай еш нәрсе жоқ. Сен төсекте өлсең де сол, сен соғыс даласында өлсең де сол, шығатын жан шығады, бүкіл клетка сезеді. Бірақ мұсылманға жеңілдіктер беріледі. Өйткені мұсылман өлетін кезде оған періште келіп, жалпы хадис бар, адамның көзі рухының шыққан жағына қарап қалады дейді. Сол үшін өлген адамды көрген болсаңыздар, егер көрмеген болсаңыздар, егер өлікті көріп қалсаңыздар, көзін жұмып жатады, байқайсыздар ма? Өйткені көз қорқынышты болады да. Көп жағдайда өлген адам көз қорқынышты. Өте сирек күлімсіреп өлгендер. Күлімсіреп өлу бұл жақсы өлімнің белгісі дейді. Одан кейін көп жағдайда өліктер көзі жоғары қарап қалады. Өйткені өлім періштесі көп жағдайда бас жақтан келеді. Кәдімгі үрей толып кетеді. Өлген адам көзінде үрей толып тұрады да, сол үшін қорқынышты. Мысалға біз адамның көзіне қараймыз, біреудің көзі күлімдеп тұрса, уже жүрегіміз жадырап тұрады. Біреудің қабағы түйіліп көзінде қарауытып тұратын болса, мына адам ашуланып тұрма деп айтамыз. Просто өлген адамдардың көбісі күнәсіне қарай көздерінде үрей толып өледі екен. Қорқынышпенен. Сол үшін өлген адамнан адамдар қорқатын сол. Тірі адамнан көрі өлген адамнан қатты қорқады. Бірақ ақылға салсаң, өлген адам тірі адамға зиян істей алмайды. Қазір айтатын болсақ, сен осы жаңғыз бөлмеде қаласың, түнде жаңғыз қонасың, бірақ бір өлік бар, қаяқ тастайтынын білмей жатырмыз. Бір өлікті біреулер пышақтап, бауыздап өлтіріп кетті мойнынан. Көз бақырайып өліп қапты. Соны моргте орын жоқ екен, осы бөлмеге қойып қоямыз. Сен бір комната бөлме тұрасың. Мейлі сен кухняда жат, өліктің спальняда жатсың да, залда. Азанға дейін осы бөлмеде қал десе, жаңғыз өзін қалдырып кетсе, ешкім болмаса, тарс еткізіп светті өшіріп қойса, ұйықтай алмайды да. Ұйықтай алмайды. Бірақ тірі адамды жатқызса, ұйықтай бересің. Шын мәнінде өлік саған ештеңе істей алмайды да. Өлік жаңа мойны бауыздап кеткен өлік, бірақтан басып, қайттан денесіне жабысып, қарғып тұрып, қан қолымен жүгіріп барып сені қылқындырмайды. Сен анық білесің бұны. Бірақ қорқасың. Қорқасың өліктен. Неге? Өйткені оның көзінде үреймен өлгенде. Ол ажал періштесін көрген. Сол үрей қорқытады. Үрейде оның көзіндегі үрей сұс береді. Біз жыланнан сұстанатынымыз сияқты. Жыланнан үрейленеміз. Өйткені жыланның суық көрінеді. Өлік суық көрінеді. Оның физически бізге зиян бермейтінін білеміз, бірақ суықтықты сезінеміз. Одан үрейді көреміз де қорқамыз. Ал тірі адамнан үйтіп қорықпаймыз. Сондықтан бұл мұсылман адамның жаны шығатын кезде оған періште келіп айтады екен: ей көркем рух, жанын алатын кезде, Аллахтың мейірімі мен рахметіне қарай шық деген кезде торсықтан төгілген тамшыдай болып рух шығады екен да. Аллахтың мейіріміне кетіп бара жатыр. Қуанады да. Қуанады. Шын таныған адамға Аллах әкеден де, шешеден де қайырымды.